Видео тақырыбы фарингит, яғни тамақ ауруы, оның себептері және үй жағдайында емі. Тамақ ауруының ең жиі себебі бұл фарингит болып табылады, яғни жұтқыншақтың кілегей қабатының қабынуы. Жұтқыншақтың қабынуын тудыратын инфекциялар бұлар вирустар, бактериялар, саңырауқұлақтар тағы да басқалар болуы мүмкін, бірақ 90% жағдайда оны вирусты инфекция тудырады. Олардан аденовирус, риновирус, грипп, парагрипп тағы да басқалары жатады. Ал вирустардың жұтқыншақтың кілегей қабатына түсуіне әсер ететін қауіп факторлар бұлар ыстық немесе өте суық ауамен демалу, өте ыстық тағам немесе өте суық тағам және қатты тағамдарды қабылдау. Бұл факторлар әсер еткен кезде жұтқыншақтың кілегей қабатының қорғаныш функциясы бұзылады және ол жерде вирус түсіп, вирустар көбейе бастайды және қабынуды тудырады. Вирусты фарингит кезінде тамақты жұтынған кезде ауырсынуы және тамақта өте құрғақтық сезімі болады. Сонымен қатар ОРВИдің белгілері болады, яғни мұрыннан су ағу, мұрынның бітелуі, құрғақ жөтел болуы мүмкін және температураның субфебрильді жоғарылауы. Тамақ ауруын жеңілдету үшін ең бірінші кезекте режим сақтау, одан кейін көп сұйықтық ішу, себебі адам ауырып, қызу көтерілген кезде ағза сусызданады. Үшінші, тітіркенгіштерден аулақ болу және сигаретті шектеу, сонымен қатар диета. Диета дегеніміз бұл тамақ ауырған кезде өте қатты ыстық тағамдарды және өте ащы тағамдарды, мысалы приправа қосылған тағамдарды шектеу, себебі ол қабынып тұрған тыныс жолын, жұтқыншақты одан бетер зақымдайды. 250 мл жылы суға жарты қасық тұзды араластырып, тамақты 7-8 рет шаю. Бұл тамақтағы артық ісінуді алады және жұтынуды жеңілдетеді. 1 стакан жылы суға 2 фурацилин таблеткасын араластырып, еріту және тамақты 7-8 реттен шаю. Фурацилиннің антисептикалық әсері бар және балмұздақ қабылдауға болады. Себебі, мысалы, адам травма алған кезде біз сол ұрылған жеріне мұз басамыз. Ол мұз оның қызаруын және ісінуін қайтарады. Ал балмұздақты фарингит кезінде қабылдау жұтқыншақтағы ісіну және қызаруды басады. Көп адамдар осылай тамақ ауырған кезде өте ыстық сүт ішеді. Бұл қате, себебі өте ыстық сүт қабынып тұрған тыныс жолдарын одан бетер күйдіріп зақымдайды. Жылы лимон қосылған шай адамның жалпы жағдайын жақсартады, себебі лимонның құрамында С витамині бар. Ал бал қосылған шай ішу бұл құрғақ жөтелді басуға көмектеседі. Ал дәрілік препараттардан соруға арналған таблеткалар, пастилка және леденциялар бар, олар ауырсынуды уақытынша басады. Суретте көрсетілген стрепсилс интенсив бұл 12 жастан бастап тағайындалады және бір күнде 4 таблеткаға дейін қабылдауға болады. Аптекалардан басқа да соруға арналған таблеткаларды алуға болады. Ал тамаққа себуге арналған антисептиктерден Танфлекс суретте көрсетілген бұл антимикробтық әсер көрсетеді. Мұндай спрейлер әдетте ангина кезінде тағайындалады, ал фарингит кезінде қабылдаудың қажеті жоқ. Тамаққа себуге арналған спрейлер мен соруға арналған таблеткалар балаларға тағайындалмайды, себебі сорғыш таблеткаларды балалар жұтып қою мүмкін. Олар 5 жастан асқан балаларға ғана тағайындалады. Балаларда тамақты ауруын басу үшін ибупрофен дәрісі сироп түрінде салмағына қарай есептеп беріледі. Себебі ибупрофеннің қызуды түсіру әсерімен қатар ауырсынуды басу және қабынуды басу әсері бар. Ибупрофенді баланың салмағына қарай есептеу туралы видео каналымда бар. Тамақ ауруының тағы бір себебі бұл танзилит, ангина, ол бадамша бездерінің қабынуы. Ол вирусты және бактериалды болуы мүмкін. Суретте екеуінің айырмашылығы жазылған. Ал оны анықтау үшін бак-пассив анализі немесе стрептотест арқылы анықтауға болады. Суретте көрсетілген бактериалды танзилит. Бұл кезде міндетті түрде антибиотик тағайындалады. Әдетте антибиотиктерден балаларға суспензия түрінде, ал үлкендерге таблетка түрінде тағайындаймыз. Амоксициллин дәрілерінен бастаймыз. Видео ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басыңыз.